Сирот көпіресі бар ғой ақидада. Қияматта тозақтың үстіне сирот көпіресі тартылынады. Ва им минкум илля варидуха. Құранда аят бар. Ары біріңер тозақты көресіңер, тозақтан өтесіңер дейді. Бұл дегені көпшілік ғалымдар айтады, тозақты көресіңер, тозақтан өтесіңер дегені алауланып, жалауланып, күйіп тұрған тозақтың үстіндегі сирот көпіресінен өтесіңер деп түсінішеді көпшілігі. Ошондо кылдан ичке кылычтан курч болгон. Анан ал жер капкараңгы болот. Акыретте караңгычылык болот дейт. Адамдын жасаган амалына жараша Кудай мээрим менен аларга нур берет. Ким жакшы амалды көп кылса, ошончолук жарыгы көп болот. Чалынбайт, буйдаланбайт, түшүп кетпейт. Хадисте айтылып атат, Ибн Касир Димашк ал-Бидайнихада айтат, эң нуру аз болгон мусулман эң минималдуу нур нээси? Койдон мулати усбуин дейт. Бутунун бармагынчалык гана нуру болгон адам дейт. Бул шунчалык нур аз болгон адамда иманы гана сакталып калган, башка күнөө иштердин баардыгын кылат. Ошо бутунун нурунчалык болот, ал да бирде баягындай